Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет әрі ерекше болып шығатын балалардың сүйікті тағамы пицца дайындайтын боламыз. Қамыры өте пышны әрі тойымды, дәмді болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеомды соңына дейін міндетті түрде қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін жылы суымызға қантымызды, тұзымызды және ашытқымызды салып жақсылап араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Сол аралықта біз қамырына қосатын өзге де дүниелерді дайындайтын боламыз. Ыдысымызға 1 ас қасық қаймағымызды, дүкеннің 20% қаймағы жарайды, және де 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Жалпы пицца, фри дегендер балалардың сүйікті тағамы. Дүкендегі, магазиндегі пиццаның қамырынан көрі үйдегі пиццаның қамыры өте ерекше болып шығады. Міне, енді осының үстінен дайын болған суымызды құйып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды бөліктерге сала отырып, үйде жасалған тағамды балалар ерекше сүйсіне жейтіні сөзсіз. Қамыры да өте әдемі әрі тойымды болып шығады. Неке ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып салып, қолдың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болғаны дұрыс. Қамырды илеп болғаннан кейін жылы жерге 15-20 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Қамырымыз кішкене көтерілсе жарайды. Қатты ашудың қажеті жоқ. Неке осылай бөліктерге бөліп аламыз. Бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қалдырып қоямыз. Неке біздің қамырымыз дайын. Енді осылай ұнымызды аунатып, кішкене ұнды сеуіп, жақсылап қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамыр өте жұмсақ, сондықтан мен ұнға аунатып алдым. Осылай 2 бөлікке бөліп, дөңгелекшелеп қоятын боламыз. Неке енді қамырымыз тұнғанға дейін біз ішіндегі салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін салмасына қалауларыңызға қарай кез келген шұжықтың, яғни колбасаның түрін, немесе кез келген еттің түрін пайдалануға болады. Мен осылай үйдегі бар вареный колбасаны қолдандым. Дәмі өте әдемі болып шығады вареный колбасадан да. Осылай бөліктерге бөліп алдым колбасамды, және де 1 қызанақ қостым. Қызанақты балалар аса қатты піскен кезде жей бермегендіктен өте жұқалап 1-3 күн ғана қостым. Егер сіздер өздеріңізге, үлкендерге жасап жегілеріңіз келсе, онда қызанақты кішкене көптеу қоссаңыздар, прям сочный, әдемі болып шығады. Осылай қызанақты өте ұсақтап қостым, және де маған болгар бұрышын қосқан ұнайды, сондықтан мен болгарский қостым кішкене. Осылай оны да дөңгелектеп, кольцо етіп турап алдым. Енді қамырымызды ешқандай оқтаудың да қажеті жоқ. Осылай қолдың көмегімен жақсылап жайып шығатын боламыз. Шет-шетіне кішкене ғана қалдырып, қамырымызды осылай қолдың көмегімен ұнын қағып, осылай противенімізге орналастырып, жақсылап орналастырып алатын боламыз. Мен арасына майонез бен кетчупты қолдандым. Сіздер егер олай істегілеріңіз келмесе, томат пастасын жағуға да болады. Дүкеннің томат пастасымен де пицца өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Осылай шет-шеттеріне де толықтай жағып, кетчуп майонезімізді осылай шұжықтарымызды сеуіп, яғни орналастырып, қызып тұрған пеште 170-180 градуста 5-10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей енді осылай қызанақтарымызды дөңгелектеп қойып шығатын боламыз. Болгар бұрышы да пиццаға өте ерекше дәм береді.
видеом ұнап жатса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді пиццамыз толықтай дайын болған кезде үстінен үккіштен өткізілген ірімшігіміз, яғни сырымызды сеуіп, кішкене ғана бір 5 минуттай ғана печкада ұстайтын боламыз. Сырымыз, ірімшігіміз кішкене ерігенге дейін, жұмсарғанға дейін. Дәмі өте ерекше болып шығады бұл пиццаның. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздер моцарелла ірімшігін қолдансаңыздар да болады. Менде қарапайым ірімшік. Неге? Моцарелла ірімшігі бізде созылып, прям күшті болып шығады. Бірақ мен қарапайым ірімшікті қостым. Осылай әрбір 4-ке бөліп, әрбір 4-ке бөлінген бөлікті 2-ге бөліп алатын боламыз. Сонда бізде үлкен бөліктегі 8 штук пицца дайын болады екен. Дәмі өте ерекше. Менімен болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Прям дәмі күшті болып шығады. Неге? Қарасаңыздар, дүкендегіден де, магазиндегі бар дүниелерді қолдана отырып жасауға болады.